Сәлем, өте дәмді десерт дайындаймыз. Ол үшін ұнға сары май немесе қою қаймақты қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Ұн мен қаймақты біріктіру керек. Енді оған қопсытқыш, қантты қосып, тағы да араластырамыз. Жұмыртқаны қосып, қамыр қылып илейміз. Қамырымыз дайын. 10 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді тоңазытқыштан шығарып, арнайы кекстің формаларына аз-аздан жұқа қылып жайып шығамыз. Қамыр күшті көтеріледі, сондықтан жұқа қылып жаюға тырысыңыз. Барлық кекстің формаларына осылай жұқа қылып аз-аздан алып жайып шығамыз. Жұқа болғаны дұрыс, өйткені 2 есе көтеріледі қамыр. Міне, формаларымызға осылай салып қойдық. Енді 180 градус духовкада пісіреміз 15-20 минут. Оған дейін крем дайындаймыз. Сливки, 33%, творожный сыр, сахарная пудра. Миксердің көмегімен қоюланғанша араластырамыз. Крем дайын. Енді піскен картинкаларымыз ішіне осылай кремді салып шығамыз. Ең соңғы этап жеміс-жидектермен әрлеу. Қалауыңызша ұнайтын жеміс-жидек салып шығыңыз. Мен персик пен жүзім салып шықтым. Картинкалар дайын.